Құрметті әріптестер, Бахрам жолдасына тірі болса биыл 60 жасқа келмеген. Арамыздан өткеніне биыл 3 жыл уақыт болды. Жай ғана осы жолдасына жайлы бір үзік сыр. Не айтасыздар, ол кісі қандай жан еді? Өзім бұл мектепке осы ауылға 2002 жылы келдім. Келгеннен осы жолдасының алдына кіріп жұмыс сұрадым ғой енді. Келдім, өте жақсы деді, бізге математика мұғалімі керек деді. Одан кейін осы мектепке орналастым. Жұмыста да басқалар мектептен жақсы жәрдем берді маған. Даже мен үй алуыма да жәрдем берді. Мына үйді алсайшы, мына үй кеңірек деген сияқты. Одан кейін жұмыста екі басқан білмегенімді үйреттік. Енді бұрынғыдан сәл өзгеше болды ғой негізі. Біздің тойымыз, мерекеміз осы бұл қатынасты басшылық қылды. Сондай кісі ғой. Ұйымдастырғыш, жұмысты білетін, талап қоя білетін. Нағашыбаймен Есперген ағая, осы жұмыс сұрап келгенде, бізде мына жақта ағаш болған еді. Бұларды сол ағашты түбірімен алып тастасам жұмыс қалам деді. Сол кезде техника жоқ па әйтеуір. 3 күн аралады ғой. Техника жоқ па, қолмен қазып соны. Біз көмектеспейсің. Шарт, ешкім көмектеспеу керек. Мектепке кіретін не бар жағынан. Соның түрі болады, азы жақтың түрбаның астында. Екі жағында екі түбір болды ғой. Одан үст кесілген ғой, ана бірін ала алмайсың. Соның жан-жағынан қазып нағашыбай екеуміз, өзі су ағып тұрды бар. Соны әйтеуір соны қолбай шыққа бірден ала алмады бар, 2-3 күн жүрді сол. Сол ғой айтып кісі. Жолдасына өзі мынандай еркек мінезді, түк айтатын, алды бар, арты жоқ кісі еді. Әкесі, ол кісінің әкесі алыс көретін адам еді. Әкесінен тартқан әкесі осы КХ-да бірінші, КХ басталған бірінші ашқан сол кісі Тенсофордан. Әкесінен тартқан мынандай тік мінезді, алды бар, арты жоқ, өте мынандай алдын ала көретін сондай кісі еді. Ол кісінің жұмысты нақты білетін, в общем, айтылғанда серкізетін, сондай хороший руководитель, орысша айтқанда жақсы бір руководитель еді. Мен бірге ол кісілер енді бізден бір жас үлкен құрдас болатын. Мәкең олардан енді аяқшы болғаннан кейін көжектеп қоятынбыз. Ол кісімен Марат, мысалы, Маратқа неғылған кезде, андай-мындай қатты бір нелер кеткен кезде бірінші Маратты қоямыз, оялы құрдасыңмен сөйлесші дегендей әңгімелер болған еді. Мен 94 жылы қыркүйек айында көшіп келдім Көкшетаудан. Әйелім менің мұғалім ғой. Әйелімді жібердім, дипломын, несін, құлауын бәрін берді. Сөйтіп мен өзім зарқылып болып орналасып алдым совхозға. Сөйтіп жатсам бір кездерінде хабар келіп тұр, сені шақырып жатыр мектепке. Бәрін алып келсін дипломдарын. Жылба мен мектепке бармаймын деп деген мен барып көрейінші, Қамар жұмысқа алмай жүр, мен бармай қырсықсам деп алып келсем бір кездерінде бізге әйел керек жоқ деп Қамардың дипломдарын бәрін астыстап бізге ер адам керек, сені аламын жұмысқа дейді. Сөйтсем ол менің құрдас екен, мен оны білмеймін, мен оның құрдасым бар. Сөйтіп қалжыңдап сөйтіп жұмысқа аяқ асты мен өзімнің өмірімнің өзі 90 градусқа бұрылып бірден педагог болып шығып кеттім. Әйтпесе мен негізі жаңағы просвет техникум бітіргенмен мен педагогика саласында істеп көргенім жоқ, мәдениет саласында жұмыс істеген болатын. Енді жаңағы Жомарт ағай айтқандай шынымен де кей кездерінде жаңағы біздердің левый правиларымыз бар ғой, сол кездерінде Бахрам жолдасына біліп қойып кімнен енді жаңағы шәкермелер көп қой. Естіп қояды, кіріп келеді, қайықтан кіріп келгенмін. Ал өлдік деп мені алға итереді жігіттер, ал. Сосын мен бетіне қарап тұрып, әйтеуір бірдеңе тауып күлдіріп жіберемін. Сөйтіп күліп қалады, жарайды жақсы деп сөйтіп. Сондай ол ер мінезді адам еді. Одан кейін еш уақыттарында кек сақтамайтын, алды бар арты жоқ, содан кейін талапшыл, содан кейін тағы бір оның қасиеті жан-жақты білімдеді. Тарихшы ма? Мәдениет па? Мәдениет саласы, спорт па? Спорт. Барлық салаға сондай жан-жақты білімді адам еді. Онымен сөйлессең, жаңағы жақсымен сөйлессең, бір жасап қалдым деген сөз бар ғой. Онымен сөйлессең сондай бір үлкен бір ғанибет еді. Менің айтатынымыз өте жақсы араластық, құрдас болып та араластық, бірге әріптес болып та араластық, өте жақсы тамаша адам.
Өте жақсы психолог еді. Сол уақытта профсоюз болып істегенде ол кісімен біраз сондай осындай нелер көп болды. Сол кезде Жомарт ағай көбінесе тарификация кезінде Жомарт ағай ананың баласы арналы кетіп еді, мынандай үйінде енді не болмай қалды. Жомарт ағай ана үйдің жағдайы қалай еді, сондайды көп не қылатын. Көп ақылдасып. Енді есте қалар бір сәттер бар ма? Соны айтып Есте қаларлық сәт дегенде мен айтайын, енді міне осы ер мұғалімдердің бәрін жинап алды. Осындай ертең күні мына жерге біз не салдық. Көмірхананың төбесін биік қылып, төбесін жабатын не жоқ. Жігіттер мен сөйлесім, районоға барам деді. Материал районынан шифері темір болатын. Мына темір сояқтан әкелген. Шифер темір болатын. Ол темірді алып тастап, олар шифер жауып атты. Мына темірді береміз деп Қочымабай жоқ еді. Қочымабай айтты, осы темір сіздерге барсақ бірге біз отырмыз, телешкамызда бар, ер мұғалімдер бәріміз немен глазедеріміз бар, балғамыз бар, дайын отырмыз, сөйтіп жолдасына кіріп кеткен, бір кезде қайтадан шықты, қайтадан кіріп кетіп, бір кезде не болса біз енді не болды десем, Қочымабай маған берем деген темірді бермедім, әмелерде жыладым дейді енді. Көрдіңіз бе, өзі үшін емес, мектеп үшін мүмкін Басырамды деп кім келді, берем ғой, не болдыңыз деп. Әдебиет саласында да деп отырмын ғой, бір күні қазақ қыздары деген би бар. Соған біздің үлкен класстың оқушылары, енді сынып жетекшілері дұрыс қарамаған ба, қап-қара болып киініп және жалаңаш жартылай сондай болып шығып биледі қазақ қызы деген. Содан бәріміз сойды ғой. Қазақтың қыздары осындай ма? Қазақтың қыздары осындай болу керек па деп. Неге сендер қазақтың қызы дегенде сондай жарқырап жайлап шыққандар деген сондай жан-жақты дейді. Жолдасыммен көп жыл бойы жұмыс істедім. Ол кісі сондай жан-жақты білімді, адамның жан дүниесін жақсы түсіне білетін, өте білімді, көмекке келетін сондай жан болған. Егер жолдасында тірі болғанда қазір қандай қызметте болатын еді, ол кісі елестете аламыз ба? Ол Бахрам жолдасынан мен талай рет айттым, ауылға әкім болшы. Өйткені ауылға жаны ашитын сен деп, өйткені балабақша бұлайын деп, бұршық бұлайын деп отында оны да алып қалады, ол Бахрам жолдасынан. Талай бәріміз айттық, сол әкімдікке сен осыны айттық бәріміз. Біз қолдайық. Ол жоқ деді, мен ауылға істемейін деп сөйтіп. Сонымен ауданға кетті ғой. Аудан өзіне де әрең барды ғой, қанша жыл жүрді. Әкімде болуы мүмкін, өйткені Қарлығаш бірге жүретін ол бар. Әкім болды ғой, ол да мүмкін Қияларбет. Мүмкін депутат болып Биіктерден көрінеді деп ойлаймын. Ол кісі өте жоғары, бірақ өзі де мынандай қарапайым жай немен жүргенді жақсы көреді. Толқын вообще келген уақытта біздерге пионерға жағдай болып, анау неде, соның есімде бар. Мен жұмысқа алғанда Бахрам жолдасын алған жоқ қой енді. Басқа басшы алған, Бахрам жолдасына ол кезде ұстаз болып жүрген. Шұртпайын алды ғой сізді, иә? Нұрбеке Шұртпайын алды, жолдасына ұстаз болып жүрген. Бірақ ол кезде екі мұғалім болды да бізге сабақ берген жоқ, басқа сыныптарға берді, кіші сыныптарға берді ғой. Бір плюсқа түсіп келгенге Бахрам жолдасын уже завуч болып істеп мектепте. Сол пионер болып кірдім. Былай сол кісі мен ұстазым да мектепте ұстым да болды. И қарасам дос жолдас болды. Мен көп жас болдым ол кісілер, бірақ маған жас деп қараған жоқ. Кісілер отырып, бәріміз келесі жүрді, мен жас болсам да мен жанымды қалдырмайтын. Мен ең алғаш көргенімде 92-нің мамыр айында осы балабақшада тәрбиеші болып істедім. Сол кездері бұл кісі өзінің ұлдарын, қыздарын жаңа есенмен екеуміз әбіштім. Садикке келіп жүретін, сол кезде ең алғаш көргенім. Одан совхозымыз банкрот болып, детсатымыз жабылып қалды. 94-те Нұрбеке Шұртпайына жұмысқа алып келген кезде бұл кісі жаңа директордың оқу ісі жөнінде орынбасары болып жұмысты атқарып жатыр екен. Одан танысып, білісіп, күйеуімен құрдас болып шығып, отбасылық араластық жақсы. Бәріміз осы 95-ші жылдың 1 қаңтарында бұл кісі директоры болды. Жұмыс істеп, бірге араласып, семинар араласып.
бұл кісі өзі жұмыста талапшыл, жұмыста жұмыс. Мен құрдасым екен, досым екен, жекжатым екен деп қарайды. Жұмыс па, жұмысты талап етеді. Таңертең ерте келіп алады да, ол кісі жетілетін кезінде мектептің сыртының бәрін көріп, ішін көріп. 7-де келсең 7-де отырады ғой. Мына отбасы араласқаннан кейін бәріміз жаңа тойымыз бар, неміз бар, бәріміз таңға дейін отыратын, тойлайтын кезіміз бар. Сол күні таңертең ертеге болады ғой. Таңертең келсең қатайып қимылап бағана бәріне үлгереді. Патриот болады. Бұл жағынан мен директормын, мен барып отырып, сынап адам неғылмай келді, өзі араласып кететін. Бір есіме түсіп жатыр, мына жерде мына коридордың бәрі, мынау төбетінен жаңбыр аққаннан кейін соланчек мына бәрі түсе бастады ғой. Сол кезде жолдасына шешім ұстап, ер мұғалімдерді алып, өзі келді да ішінде біз расуын жасады. Онда сұрағанда білмейміз бе? Бүйтесіңдер, жігіттер деп. Соны сылап, өзі шешім ұстап, отын ішінде. Одан кейін бір не деген Контрамарка салды. Контрамарка, бұзған кезде. Онда да жоқ. Сонда да, в общем, мектептің жұмысына мен әйел адам едім, мен директор едім деген әңгіме жоқ. Тұрады, жігіттер келдік. Или қыздар, мұнаны істейсіздер. Мына садиктің де төбесіне болдыңдар, иә? Садиктің төбесіне жүргеніміз. Мектеп өзге де құлайды, егер жиегіндегі фундаменттердің бәрін тазалап, бәрін ішіне тастап, қайтадан қалады. Келесі қойдың гранит әкеледі, граниттан қызыл тастар, граниттан гранит неден әкеледі. Осының бәрін бір